Сәлем достар, сіздермен Easy KZ. Бүгінгі видеода сіздермен дивиденд алу үшін қай компанияның акцияларын сатып алу керектігімен бөлісетін боламын. Қай компания дивиденд төлейтіндігін, қандай көлемде дивиденд төлейтіндігін және сол дивидендті алу үшін қандай шарттардың орындалу керектігін білгіңіз келсе, осы видеоны соңына дейін көруге кеңес беремін. Бүгін сіздермен тек қазақстандық дивиденд төлеуші компаниялармен бөлісетін боламын. Егер сіздерге басқа елдің немесе басқа валютада дивиденд төлейтін компаниялар қызықтыратын болса, төменге пікір қалдырып кетулеріңізді сұраймын. Пікірлеріңізді ескеріп, алдағы уақытта сол ел компаниялары туралы видео шығаратын боламын. Компаниялар жайлы ақпаратпен бөліспес бұрын сіздерден видеоға лайк басып, арнаға тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп кетулеріңізді сұраймын. Мен үшін сіздердің кері байланыстарыңыз өте маңызды. Тіркеліп, лайк басып болсаңыздар, еліміздегі дивиденд төлеуші компаниялар туралы айтуға кірісейік. Бүгінде касса қор нарығында саудаланатын көпшілік компаниялар дивиденд төлейді. Елімізде дивиденд көлемі 10 теңгеден бастап 1000-2000 теңгеге дейін жетеді. Компаниялар атауын ең аз дивиденд төлейтін компаниядан бастап, ең көп дивиденд төлейтін компаниямен аяқтағым келіп отыр. Видеоны соңына дейін көрсеңіздер, қай компания ең көп дивиденд төлейтіндігін білетін боласыздар. Бірінші, дивиденд төлеуші компаниялардың бірі ретінде қаржы және банк секторында өз қызметін жүргізетін Халық банкін қарастыруға болады. Халық банкі осы жылдың мамыр айында өз акционерлеріне дивиденд төлейтіндігі жайлы хабар таратқан болатын. 6 маусымнан бастап Халық банкінің акциясының иегерлері әрбір акция үшін 25 теңге дивиденд алуды бастады. Былтырғы жылы компания өз акционерлеріне бір акция үшін 12 теңге 71 тиын төлеген болатын. Байқасаңыздар, биылғы жылы дивиденд көлемі 2 есе өскен. Дивиденд көлемі компанияның табысына және осы компания табысының қанша бөлігін дивиденд төлеуге жіберетіндігіне тікелей байланысты. Дивиденд төлеуші компаниялар қатарына Кегок та кіреді. Электроэнергия саласында қызмет көрсететін Кегок компаниясы да өз акционерлерін жиі дивиденд төлеу арқылы қуантатын компаниялардың бірі. Биылғы жылы компания 2022 жылдың екінші жарты жылдығының көрсеткіштерін ескере отырып, әрбір акцияға 50 теңге 60 тиын дивиденд төледі. Осыған дейін компания 2022 жылдың бірінші жарты жылдығының көрсеткіштері үшін 65 теңге төлеген болатын. Осылайша, компания биылғы жылы акционерлеріне 2 рет дивиденд төледі. Елімізде дивиденд төлеуші компаниялардың басым көпшілігі жылына 1 рет қана дивиденд төлейді, алайда Кегок емес. Көпшілік жағдайда компания жылына 2 рет дивиденд төлейді. Сонымен қатар, мұнай саласында қызмет көрсететін Қазмұнайгаз компаниясы да дивиденд төлеуші компаниялар қатарына кіреді. Компания биылғы жылы бір акция үшін 491 теңге 71 тиын төледі, ал былтырғы жылы 327 теңге 80 тиын төлеген болатын. Келесі, дивиденд төлеуші компания қаржы секторынан. Бәрімізге әйгілі Каспийде үздік дивиденд төлеуші компания. Каспий биылғы жылы өз акционерлеріне бір акция үшін 750 теңге дивиденд төлеу туралы шешім қабылдады. Дивиденд мамыр айының 24-нен бастап акционерлерге төлене бастады. Ал былтырғы жылы компания өз акционерлеріне бір акция үшін 600 теңге көлемінде дивиденд төлеген болатын. Атом өндіріс секторында қызмет көрсететін әлемдік үздік компаниялардың бірі Казатомпром компаниясы да ең көп көлемде дивиденд төлеуші компаниялар қатарына кіреді. 2023 жылдың 17 шілдесінен бастап компания өз акционерлеріне шамамен 775 теңге дивиденд төлеу туралы шешім қабылдады. Ал былтырғы жылы дивиденд көлемі 877 теңгені құраған болатын. Осы айтылған компаниялардың барлығы өз акционерлеріне соңғы 2 жылда үздіксіз дивиденд төлеп келеді. Алайда,
осы компаниялар дивиденд төлеуші компаниялар қатарына кіргенімен, кей жағдайда елдегі экономикалық компанияның қаржылық жағдайына немесе стратегиялық жоспарына байланысты дивиденд төлемеуі мүмкін. Егер компания дивиденд төлемесе, көпшілік жағдайда ол компанияның дивидендке жұмсайтын қаражатты компанияны дамытуға жұмсағандығын білдіреді. Байқасаңыздар, елімізде жоғары көлемде дивиденд төлейтін компаниялар баршылық, және осы компаниялардан кез келген компания акционері дивиденд алуға құқығы бар. Ол үшін тек бір шарттың орындалуы жеткілікті. Ол акционерлер тізімін тіркеу уақытында акцияның иегері болу. Егер сіз акцияны реестрді тіркеу күнінен кейін сатып алған болсаңыз, сіз дивиденд ала алмайсыз. Сонымен қатар, дивиденд алу үшін сіздің акцияны қанша уақыт иеленгеніңіз маңызды емес. Бір күн, бір жыл немесе бір ай болса да дивиденд төлене береді. Егер видеоны соңына дейін тыңдап, көрген болсаңыздар, сіздердің инвестиция саласында білімдеріңіз толыққандығына сенімдімін. Назар салып, видеоны соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Видеоға әлдеқашан лайк басып, тіркеліп қойдыңыздар деп сенемін. Келесі видеода кездескенше.